أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Аяулы, hürmetli qardaşlar, inşallah bugün nasihat bolайық qardaşlıktın akından, dostluktun akından. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis, Arba'in hadisinde aytılады, 35-ші hadiste. An Abi Hurayra radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Hurayra'dan kelgen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytады. La tahasadu, siz küllemeңiz дейді. Onu külşülük bek yaman kılıktan Allah-u Teala da onu elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sayıgan. Nege tuğulda birinci ol kılık baslangan iblis aleyhi lanet, Allah'ın naleti olsun, sol şeytanların en ikonunden baslangan. Ol adam Peygamberga küllep Allah-u Teala buyurgan zamanda bär halk mahlukatка, halkka yaratılgan siz adam Peygamberga bas iyiңiz, bel buğuңiz деп. Sonda iblis асы болған, Allah'ın айтқан etpegen қалған бар mahlukат, бар halk bas iyigen zamanda ol iyimegen дейді. Неге туылды ол өктемлік, емкүлшілік болған onda. Мен шон шағыда Аллаху Таалаға құллық етіп келетірмін. Мен басымды салмаған ерде жоқ Аллаху Таалаға сажда етпеген. Сөйтіп, ендігі бүгін мені яратқан оттан, оны яратқан топырақтан, бүгін адам Пайғамбарға мен бас иіме керекмен деп, сөйтіп күллеген дейді. Аллаху Таала оға тау етпеге заман берген, сол замандан да шыққан заманда Аллаху Таала оны налетін беріп, дайым ол Аллаху Тааладың налетіне түскен. Міне күлшілік оны Аллаху Тааладың налетіне әкелген, проклятиясына әкелген. Екіншілей күлшілік болған адам Пайғамбардың балаларында, адам Пайғамбарды ер yüzіне еберген заманда өзінің хатынымен Хаваман оларда зуриятлары басланған, ексер, біреусі қыз, біреусі кеді, сөйтіп егізден туатан болған. Басында сол егізден біреусі Қабил болған, біреусі Хабил болған. Кішкейі Хабил, иконы Қабил. Олардың yolдасы қызлар. Міне иконын yolдасы бек сыпайы қызалақ болған. Ама екінші кішкейдің yolдасы қызалақ, ол біраз оннан ерші болған. Соғырыда бұл күллеген өскен заманда олар бір-бірісінің yolдасын алмай ярамайды. Екінші ағасының yolдасын алмаға болатаған болған сол zaman. Неге тұлды басқа адамдар болмаған, Аллаху Таала сөйтіп оларға ықтияр берген. Онан да басқа Хабилдің садақасында Хабилді сүйета болған атасы адам Пайғамбар сөйтіп бәрдетті қосылған заманда бұл күллеп, ішінен янып, бұл қызына өлтіруге келеді. Өлтірмеді, өлтіреді оны. Онан соң сөйтіп Аллаху Тааладың олды ашуына тиіп, бұны қиямат күнге дейін олды адасып, шайтан оны састырып, бұны сөйтіп яханам yolға оны әкеледі. Ол оны әкелген мәнесі не зат? Солда күлшілік. Күлшілік Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан ол халиқа деген. Қырып тастайды. Ол шаш қырған кімік шашты қырмайды. Ол дейді сауапларды қырады. Біз бұл дүнияда еткен сауапларымыз намаз яқтан болсын, садақа яқтан болсын, бірі-бірімізге көмек ету бәрітті сауап. Сол еткен сауапларымызды біздің күлшілігіміз қырып тастайды, оны тайдырады. Тағы да бір хадисінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, кімнің күлшілігі болса, қиямат күн келген заманда 80 yıllап, неше yıllап еткен фарзлары, сұнатлары, сауаплары, олар дейді, отқа ағашты таслаған заманда қай деп күл болып қалады. Мына сөйтіп күлге айланып қалар дейді. Сөйтіп еңіл олар оның сауабының ауырлығы болмас деген дейді. Күллемеге ярайды екі көп адамға. Біреусі алим, екіншісі бай, кешесі күндізімен Алладың yolunda
қызғанмай, бірisi ілмісін яяды, ілмісін береді, екіншісі өзінің байлығын пайлайды. Сол екі адамға күллемей ярайды, тек күллеген заманда да онда болмасын деп күллеу керек. Егер де менде де соншағы бай болса, сондай ілмім болса, сондай ақылым болса, я да мен балаларым сондай болса екен деп сөйтіп күллемеге болады, сондай әруй олман. Екінші сол хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Вала танаджашу", сіз дейді өзіңіздің дін қардашыңыздың сатуын бұзбаңыз дейді. Оның мәнесі незек? Ол не заттыр? Ол әлгі заманға аукционға кіреді. Әлі бір затқа, тауарға баға салады, сонан соң айтады 1000 манат, 2000 манат, 5000 манат деп сөйтіп көтере береді. Еметі сол затқа тағы да кіреді. Мысалы біреуді сүймейтін болса, базарға барған заманда оны көреді, бір зат сатып ала жатырған. Онан соң ол біліп тұр, шушы адам сатып алған зат ялғыз, міне шушы, сонан басқа товар жоқ, соны сүйіп тұр, алмаған бір машин түсті, мысалы айтқан заманда. Ол машинды миллионға ала жатырған болса, анауға айтады: "Мен 100 мың манат берем иса" дейді. Үстіне тағы 100 мың манат берем деп, сөйтіп анаудың затын бұзады. Анау енді 100 мың манат қырынан келе тұрған заманда сүйетші, мен сатпаға біраз артық еді. Ару миса беремін дейді. Мынау кеткеннен соң, "Ой, мен алмаймын, анер шерік, мінер рат" деп сөйтіп, бұның да сатуы жүрмей қалады, анауға да ашу етіп, оға да алмасын деген затқа сөйтіп етпеге де ярамайды. Бұзбай ярамайды сатуды. Егер де олар бір-екі адам сөйлей тұрған болса, тоқтап тұрма керек. Егер де олар сөзге беркітілсе, о затты товарды алмаға ярамайды. Егер де алмайды деген затқа келгеннен соң, еші алмайсың ма, сатпайсың ма оға, еші мен сату үйрет деп сөйтіп ықтияр алматарық болады. Сол зат қайтады: "Вала танаджасу", сондай затларды, қылықларды етпеңіз бір-біріңіздің араңыз дейді. "Вала табағазу", бір-біріңізге ашу тұтпаңыз, бір-біріңізбен достықты үзбеңіз, қардашлықты тұтыңыз. Мына сол затларды бұйырады. "Вала тадабару", сіз бір-біріңізге бұрылмаңыздан сөйлемей, ашуланып, нетіп, йыллап, айлап, сөйтіп ашу тұтпаңыз дейді. "Вала бай'a ба'дукум ала бай'i ба'дин", сіз дейді бір-біріңіздің сатуыңыздың үстіне сату етпеңіз дейді. Оның мәнесі, мысалы үшін мен біреуден бірнеше жерде киоскта түрлі саудагерлікті жүріле жатыр, мен біреуден ручка сатып алам 10 мәтке. Онан соң біраз арман кетті, сүйерді басқа біреуден басқа резинка ала тұрған заманда, ол менің қолымда ручкады көреді. Ол айтады: "Ручкады неше мәтке алдың" дейді. Сондай ручкады миса 10 мәтке алдым деймін. Мен айтамын: "Сондай ручкады миса 9 мәтке де берем, я да оның артығын миса 10 мәтке берем" деп сөйтіп бұл мені қыздырады. Мен де барып, анауға барып, "Қоймесең ручкаңды қайтарам, акел мен 10 мәтін, сенкіндей ручка мен анерге 9 мәтке таптым" деп, ондай затта етпей ярмайды. Алдық па, сол егердейім сөйтіп, ана адамды олып, сөйтіп біреудің сатуын бұзбай ярамайды. "Вакуну ибадаллахи ихванан", неге туылда шушы қылықларды сіз қойыңыз. Сіз бір-біріңіздің арасында қардашылық тұтыңыз, дос болыңыз, ақырет дос болыңыз. Аллаху Таала үшін бір-біріңізді сүйіңіз дейді. "Ал-муслиму аху муслимун", неге туылда мұсылман бір-бірісінен дін қардашлар боладылар дейді. Дін қардашлар болғаннан соң, "Ла язлимуху", ол бір-бірісіне зұлмы етпейді. Зұлмы деген ашу тұтпайды, оға намартлық етпейді. Зиян келтірмейді. Қолымен болсын, тілімен болсын, аяғымен болсын, оның статусымен болсын, әр түрлі зұлмы болады, әр түрлі притеснение болады. Вот бір-бірісіне сөйтіп етпеңіз дейді. "Вала яхзулуху", ол дейді мұсылманды дейді бірде қиынлықта қалдырып кетпес дейді. Мысалы айтқан заманда жолда бір машин тұры тоқтап сорап кетпе керек. Менен не көмек қалай? Яда мысалы айтқан заманда біреуге үйіне қиынлық түсті, сонда yanında жүріп ауылдас болсын, не болсын, мына қиынлықты тасламаға ярамайды. Қиынлықта табылма керек мұсылманға дейді. "Вала якзибуху", дейді, мұсылман бір-бірісін дейді алдатпасын, ялған сөйлемесін бір-бірісіне. "Вала яхқируху", дейді бір-бірісін дейді
Олар селеке etmesin bir-birisine. At-takva hahuna ve yushiru ila sadrihi thalatha maratin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu kılıklarda aytıp Allahu Teala'dan korku şunda dep üç görem deydi, yüreğini arap körsetken deydi. Bihasbi imri min şerri an yahqira ahahu muslima. Müslüman adamga kıyamet gün bir yamanlıkta bolup kaladı, sonu deydi yahınam otuna taslama üçün. Ol ne zat dese, ol deydi özün Müslümanın deydi selek etip, sol deydi korlasa, sol deydi özünün kardeşin deydi süymey, son deydi zatla kılığı var bolsa, bunu soda tamam deydi soğa. Allah-u Teala'nın aşuğuna tüspege. Kullu muslimin ala muslimin haramın. Müslümanın arasında deydi aramlık var. Aramlık var dese, onun deydi kanı, onun malı, hem onun namusu bir-birisine aram. Nege tulda kanı dese, biz ne aksız kan tökpöge yaramaydı. Mal dese, malında ne aksız malında almağa yaramaydı. Mal, eğer seni özün даже sağa borçlu bolsa da, so borçlu sabır etip alma gerek болады. Onu kıynamayın etpey amal taup deydi. Ve irzuhu emi onun namusundan almayarım. Birovdu seleke etip, namuslandırıp, onu ya da napımar, onun çestin tömönge salmaya, sürmeye yaramaydı. Allah-u Teala özün Kur'an'da aytadı. Hucurat degen surada 10. ayette Bismillahirrahmanirrahim. İnnamal mu'minuna ihvatun. Müslümanlar bir-birisine olar ağa ünlü kımık deydi. Faslihu bayna ahavaykum, soğuşun siz deydi bir-birinizin aranızda deydi dost tutunuz, tatımlı olunuz deydi. Al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Zuhruf degen surada 67. ayette aytadı. Din kardeşler kıyamet gün bolgan zamanda bir-birisine deydi düşman bolarlar deydi. Tek deydi Allah-u Teala'dan korkatağanlar bolmasa kalganlar deydi berde düşman bolarlar deydi. Onun manası şeşken zamanda tek Allah'dan korkatağanlar dese biri-birisinin bu dünyada bir Allah için suygun. Onun malı için, onun avtoriteti için, onun tanlağı için ma kereger dep ya da onun korkkanın sonu süйтіп süymey, süyse de onu suygun bir Allah için suygun. Ol avrulu bolsa da, ol sakat bolsa da, ol pakır bolsa da biz süymeye gerek bir-birimizde kim için? Bir Allah için. Nege tuğulda dostlarının küpleri var. Yoldaş болады. Yoldaş degen birov екі адам bir-birisinden işleydiler. Yoldaş болады. Ya da yolga çıkarlar, ya da bir kulukta işleydiler. Olar yoldaş boladılar. Boladılar, ahiret dost болады. Ahiret dost degen bir zatқа da aytылып kalmaydı. Birovda kemşilik görse, o dostunda, ay dost, belkim sen erşi zat etetirsin. Men aytpasam sağa birovda ayt bolmayak. Mına bulay durustаттуу sen etеген zat dep, süйтіп түзетпей керек болады. Namazını koyatam, namazını kılıp kılmayı yüretamasa sen namazınga mıkayat bol. Sen orazаңды tut. Sen күнәсіңді koy. Mına süйтіп, mına ahiret dost degen sol dostlar. Boladı stakan dostlar. Mına mında yürediler, stakan dost bolsa da ahiret dost dep yürediler. Ama kıyamet gün gelgen zamanda sol dostlar deydi. Bir-birisine deydi yav olayaklar bir-birisine. Olar deydi bir-birisine sıltau özlemey deydi, bir-birisini күнәлер deydi. Qaytıp deydi, sen tuğulma meni deydi bu zatqa akelgen, üretken. Sen tuğulma meni kızdırgan, procent almağa. Bulay et, mine mende aldım, mine kvartira aldım, mine maşina aldım, alay aldım. Mine zat işip qara, nauды tartıp qara, nauды etip qara dep, mine şu aram zatlarda sen tuğulma ettirgende bir-birisini deydi күнәлекler deydi. Ahiret dostlar, kıyamet gün deydi, bir habarda var, din kardeşler bir-birisini süyüp, ama bir-birisinden soraydı deydi. Sen de Allah-u Teala'nın aldığına öttün mü? Zatından savapların
қаншағы, күнәлерің қаншағы деп сөйтіп бір-бірісінен сұрайды, қиналады бір-бірісін дейді. Біреусі айтады дейді, менде дейді бір сауап етпеді дейді, еннетке бармаға дейді. Сонан соң екінші айтады, менде дейді саулай сауапларым дейді, yandı дейді. Сол бір ялғыз бір сауап қалды дейді. Ялғыз таза деген сауабым біреу қалды дейді. Қалғанlar бәрі де күнәлерде дейді. Сонымен екеуінде ендігі анауда бір сауап етпей еннетке бара алмайды. Бұда яханамға екеуде бар етірінде екінші айтады дейді. Мен сол бір сауабымды саға берейін. Соншаға қиналдық, бір Алла үшін жүрдік. Біреуміз сана еннетке түсер, сен еннетке барды бір сауабым береді дейді. Аллаху Таала соны көрген заманда малайкаларына, мен малайкаларым шайыт болыңыз. Көресіз бе, менің құлларымда қайда юмартлығы бар бір-бірісіне, қайда сүйімі бар, мен үшін сүйген олар. Бұл кеткен дүнияда да, мынаша дүнияда да сүйген олар, ақыретте де олар бір-бірісін сақлаяқ болып yazық еділер. Қараңыз дейді, мен олардан да артық негативді, мен оларды яратқан, мен олардан да артық күшлі юмартпынмын деп сөйтіп Аллаху Таала айтады дейді. Әне еннетке бар жатырғанына дейді, өзін ханымға бар жатырған досын, мынау саға сауқат тұр, ал досыңды кіріңіз екеуіңізді еннетке деп айтар дейді. Аллаху Таала насіп етсін сондай достардан болмай, Алла. Вот сондайларға айтады ақырат достып. Амында стаканды ұрып, яда ұрлап, яда селеке етіп, яда ұршық атылап жүрген зат екінші күн яу болатаған оға ақырат достып айтылмайды. Намаздың мәнесі бұл дүнияда, намаздың мәнесі. Ол дейді, қиямат күн келген заманда айтар дейді, удухули фил жаннати. Кір менің еннетімге деп дейді. Аллаху Тааладан сес келген заманда міне сол дейді намаздың мәнесі. Шушы дүниядың мәнесі де сол намазға айланады. Тек намазға туыл, бәрі қылықларымызға, бәрі етеген істерімізге, өзіміздің қайтып біз фарызды үйірткенмен, сүннетті үйірткенмен болып қалмайды. Біз өзіміз қылығымызды да түрлендіріп түзетпей керекпіз. Hucurat деген Құран аятта айтады. Я аyyuhallazina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Ей иман салған мұсылманлар дейді. Ол кәуірлерге айтпайды. Басқа Аллаға инанмайтынын айтпайды. Мына Аллаға инанғанларға айтады, бізге айтады. 5 вақты намазын қылып жүргендерге, Аллаға ораза тұтып жүргендерге, ей иман салған мұсылманлар дейді. Сіз бір-біріңізге селеке етпеңіз дейді. Белкім сен селеке біреуге ететірғаның, ол дейді сенің артық таңлаусын артық болып шықпа болады. Неге туылда сен білмейсің, бүгін ол дейді ярлы болып, яда осал болып сен, яда бір кемшілігі болып сен о селеке ететірім олсаң, белкім Алладың алдында о Алладың валisi болып шықпа болады дейді. Алладың сүйіклі болып шықпа болады. Сосын селеке етпеңіз дейді. Вәлә тәлмизу анфусакум дейді, сіз бір-біріңізге дейді ашу тұтпаңыз, қорламаңыз, жүрекке тиеген сөз жүрітпеңіз дейді. Неге туылда дейді, пышақтың ярасы дейді тез бітер дейді, тілдің ярасы кеш бітер деген ноғайда айтылған сөз бар. Ол да бұлай айтылып қалған затты, ол да хадислерге қарап, Құран аятларға қарап айтылған. Ем дейді Вәлә танабазу бил алқаб, сіз бір-біріңізге ат тақпаңыз дейді. Ат деген ендігі бала туғанда ат тағамыз, амма өзін аты бар, өзін атын айтыңыз. Атасы, анасы ат таққанда айтыңыз. Сіз дейді оға кличка бермеңіз дейді. Я аyyuhallazina amanu ijtanibu kathira minal zanni innal ba'da zanni ismun. Ей иман салған мұсылманлар дейді. Сіз дейді өзіңізге ой тұтпаңыз дейді. Анау белкім, анау алай екен, мынау бұлай екен деп ойлап, өзіңіздің арттырып, күнәдің қырына шығып кетпеңіз дейді. Егер дейін бір дұрыс сат естіпедіңіз бе, барып білмей керек, соны әділігіне, дұрыслығына шықпа керек. Оны ойлап, алай етті, бұлай етті деген заттан ол күнәге әкеледі адамды. Вәлә тәжассасу, сіз бір-біріңіздің артынан аңымаңыз дейді. Аңымаңыз деген заманда ол не зат?
şu qayerda sürünер eкен, şu qayerda ayıp zat eder eкен, şunu bir zat осал zat etse халыққа яярам, халыққа білдіререм деп сөйтіп аңымаңыз бір-біріңіздің артынан дейді. Вәлә яғтаб баъдукум баъдан, сіз дейді бір-біріңіздің артынан сөз йөрітпеңіз, яманламаңыз. Даже ол адам, жоқ адам оның артынан söyленсе, яман зат болмаса да, даже ол сүймесе, ол да дейді аруту. Енді яман зат қайдай болмақ болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қатынымен отырып тұрғанда бір қатын кіреткен, бойы біраз кішкей. Сонан соң Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір қатыны айтқан дейді. Бойы алай кішкей деп айтқанда, сен мұның артынан ғибат етпе, ғибат деген сөз үйретпе деген дейді. Мен онда бар затты айттымша, я Расулулла деп айтқан заманда, онда бар затты айтсаң да, ama дейді, біреу оны сүймей дейді, кішкей деп айтқан сүймесе дейді, ол да дейді, біреудің артынан сөз үйреткен кімік болады дейді. Бүгін сол насихатымызды бітірмесе елім Хасан Басридің сөзімен бек әру сөз, әлі бұсырман дейді, бір-бірісіне дейді. Кемшілік көрсе, яда айып зат көрсе дейді, ол затқа дейді, ол өзлер сылтау өзлер дейді. Оны ақлар дейді. Белкім ол біліп етпендір, біліп етсе де қателікпен еткендір. Ол белкім өкінер деп, мұна сөйтіп дейді, олны дейді тазалайды дейді, бұсырманды. Ама дейді мұнафиқ дейді, лицемер адам қалай болар? Йосық оны бір кемшілін көргендік та оны күнәлер дейді. Мұны сондайлардан болмайық дың қардашлар. Аллаху Таала бізді қылықландырсын Пайғамбардың саллаллаху алейхи ва салламман, оның асхабларының қылықларымен. Алхамдулиллахи раббил аламин.